Ұстаз, біздің сұрағымыз, күйеуі намаз оқымаса, бірақ әйелі намаздан, діннен алыс болса, ол үшін күйеуі жаза алады ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы, былай деп айтайықшы, шариғатта ешкімнің күнәсін көтермейді. Жалпы, астағфирулла, Құранда Алла Тағала «Уәлә тәзіру уәзиратун уизра ұхра» деген. Ешкімнің күнәсін арқаламайды дейді. Бірақ жалпы ер азамат әйел үйленгеннен кейін, әрине, әйел азаматта намаз оқығанын қалайды. Және де егер әйел азаматтың намаз оқымағандығына күйеуі насихат айтпайтын болса, онда күнәға ортақтасуы мүмкін. Неге? Өйткені асылында намаз оқымау деген шариғатта мұсылман адамға намаз фарыз амал. Фарыз амал тәрк етіп жүрген болатын болса, онда оған күйеуі ескертуі міндетті. Ескертуі міндетті деген, яғни жақсылыққа шақырып, әйел азаматты намазға, оразаға, фарыздарға шақыруға уәжіп міндет болып табылады. Бірақ жаңа айтылғандай шариғатта ла икраха фид-дин, дінде зорлық жоқ. Енді оны біз неге намаз оқымайсың деп айқайлап ұрып соқпай, бірақ әдемі сабырмен, насихатпен жаныңыз ашығандығын білдіріп, шариғатқа, исламға шақырып қоюға міндеттісіз. Өйткені, не дейді? Астағфирулла, Құранда Алла Тағала «Қу анфусакум» өздеріңді қорғаңдар, және «Ва ахликум нара» деп келеді. Және отбасыларыңды, әйел бала-шағаларын қорғаңдар, неден? Наран, оттан деп келеді. Yani тозақтан, оттан өздеріңді қорғаңдар, бала-шағаңды қорғаңдар. Демек, бала-шағаңды қорғаңдар деген сөз, осы намазда болғандығын, ораза ұстап атқандығына бақылап қараңдар дегені. Сол үшін не дейміз? Асылында әрине ер азамат болғаннан кейін әйел бала-шағаны жаны ашуы керек болады. Жаны ашуы керек деген сөз, демек оның фарыздарын, не нәрсенің дұрыс емес екенін әйелге де түсіндіру керек. Бірақ әйел азамат намаз оқымай жатса, сіз қанша түсіндіріп, насихат қылып жатсаңыз, келмей жатқан болса, бұған сабыр етіп, барынша дұға қылып, шақыру керек болады. Және де ең басты нәрсе айтайын дегенім, егер сізге намаз қатты маңызды екендігін көрсете алсаңыз, әйел азамат та сіздің разылығыңыз үшін иншалла намазға келетінін үміттеміз. Яғни намаздың сіз үшін қатты маңызды екенін көрген әйел иншалла келуі керек. Яғни өзімізде кейде намазымызға салғырт болып жатқан кезде, онда әйел азаматқа да сөзіміз өтпей жататын осы жағынан болуы мүмкін. Сол үшін барынша не істеу керек болады? Өзіміз лайық болып жатсақ осы нәрсеге иншалла Алла Тағала жеңілдік беріп, онда әйел де иншалла соған келеді деген үміттеміз иншалла.